Соңғы кезде ата-анасы мен Әсияның арасы суынып кетті. Әсіресе әкесі Отар қызын тұрса ала көзімен атып жақтырмайды. Ал Әсия болса жат адамдай үй ішінен ала бөлектеніп, көбіне үнсіз тұнжырап отырады да қояды. Бұл салқындық үйге өткен жазда кірген. Осы бригадада тұратын Жақып шал өзінің кіші баласын үйлендіру үшін Әсияға құда түсе келген. Сөзуар шал әңгіме төркінін мақалдап, мәтелдеп, алыстан бастап, ақырында өзінің де Отардың да жан-жақтылы екенін, балаларының да жастары құрбы, бір-бірінің теңі екенін айтып, қиыла тілек білдірді. Бұрында талай адамдар қызына құда түсе келгенде, баланың өзі білсін, жастар өздері келсін деп, ие босаң жауап беріп, аттандырып салатын Отардың көңілі бұл жолғы құдаға қатты қуады. Қызын оңаша шақыртып алып, өзі сөйлесті, әкелік ақылын айтты. Шырағым, сенің жат жұрттық жан екеніңді мына анаң екеуміз туғаныңда-ақ білгенбіз. Жасының келіп қалғанын өзіңде түсінерсің. Бұрынғылар айтады екен, ұшы қайрылған біз қорлық, отырып қалған қыз қорлық деп. Енді мұнан былай қарай, отырып қалар болсаң ең әуелі бізге батады. Мұндай түзік адамда кездесе бермес, деп сөзін соза отырып бар жайды аңғартты. Ашаң жүзі қызара тершіген Әсия әке сөзін төмен қарап үнсіз тыңдады да сыртқа шығып кетті. Қораның артына барып Жақып шал кеткенше жасарынып отырып алды. Әкесінің айтқандары есіне түскен сайын жәбір көрген баладай өксіп-өксіп жылады. Кешкісін анасының алдында солығын баса алмай тағы да жылады. Көңілі сүймейтін адамға бара алмайтынын айтты. Бірақ әкесі дегеннен қайтпауға бекінген. Сүймеймін дегеннің тағы қандай өнер екенін білмеймін. Осы ата-бабаларымыз сүю деген пәлені білмей-ақ өмір сүріп еді. Сонда да үрімбі-тағы өсіп өркендеді. Бізді тапқан анамыздың да әкемізге сүйіп тидім дегенін естіген емеспін. Бірақ марқұм бұ дүниеден армансызбын дейтін. Мына тұрған шешең екеумізден де бір-біріңді сүйесіңдер ме деп кезінде ешкім сұраған жоқ. Керек десе, үйленген күнге дейін бір-біріміздің қандай да екенімізді дұрыстап білгендей емеспіз. Әкелеріміз өзара құда түсті де, бас аяғы 3-4 күннің ішінде той тамалағын жасап үйлендіре қойды. Міне, көз отыр ғой, өтірік десе. Біз отасқалы 40 жылдан асыпты. Шүкіршілік, тату-тәтті өмір сүріп келеміз. Тіпті бір-бірімізді сүймейміз-ау деп ойлаған емеспіз, деп бір ауық қызына зіл тастай отырып сөйлеген. Әсия болса ләм деместен безерген күйде басын шайқады. Қызының елікпес қалпын сезген соң, ашу шақырып, үй ішінің берекесін кетірді. Әсия оның ашуын қалай да үнсіз көтеріп алуға және қарт адамның осалдығы ғой, деп іштей кешірім етуге әзір еді. Бірақ әкенің бір ғана сөзі қатты батты. Есінен кетпесте боп жүрегіне дік тиді. Енді өстіп қартайған шотыр, менің мойныма масыл болып, деген ол. Осы бір ғана сөзден кейін Әсияның әкеге деген өкпесі іште ермес мұзға айналған еді. Сол күннен бастап ол бригадирге барып өзі тіленіп жұмысқа шықты. Сонан бері Әсия көп өзгерді, жүдеді. Көзінің төңірегін өте ұсақ әжімдер торлап, жанары тұнған судай мұңайып, ойлы қарайтын болды. Бригадада жастар жиналып, көңіл көтерер клуб жоқ еді. Ал орталыққа Әсия алыс сынып бармайтын. Сондықтан жұмыстан кейінгі бос уақытта ылғи да үйде отыратын. Биылғы көктем аяқ асты шулы болып келді. 3 күн қатарынан лекілдеп ескек жел соқты да, сіресіп жатқан қалың қар бір түннің ішінде-ақ ұрланып көшіп кеткендей зым-зия жоқ болды. Жер ақ көйлегін шешкен арудай сыланып, құлантаза болды да қалды. Көктем көрінісі көзді арбап, көңілге нелер қилы ой салатын ең бір жақсы шақ еді. Құстар да көбейіп кетті. Ертеден кешке дейін дүр-дүр етіп, ағаштан ағашқа қонып, у-шу базар жасап, мәз-мейрам болып,
шықылықтасып бір тыным таппайды. Қыстай жайбарақат жатқан колхоз өмірінде де апыр-топыр әбігер басталды. Осы көктемнен бірге Әсияға да белгісіз бір үлкен сезім қата келді. Әлде қайдан алыстан ерекше бір хабар күткендей, үнемі елегізіп тың-тыңдайтын сияқты. Ұшар құстай үркектеп, айналасына жалтақтай береді. Түні бойы пердені ысырып қойып, кірпік қақпастан терезеге қарайды. Осындай күндердің бірінде жер солқылдатқан трактор бригаданың кішірек көшесін қақ жара отырып, дәл отардың есігінің алдына кеп тоқтаған. Аласа бойлы, кепкасын бір жағына қисая киген, қазанбас жеңілтек қара жігіт жерге секіріп түсті. Отағасының үйі ма осы? Біз қонақпыз, деді дәл бір қора кісі келгендей даурыға дауыстап. Онан соң қақпа алдында тұрған Рәш кемпірге таяп кеп, иіле қол беріп, күлімсірей амандасты. Ерні-ерніне жұғар емес. Атым Ноян, орталықтанмын, бригадир жібербеді. Жатақхана әзір болғанша осы үйде жата тұр деп. Отар ауланың ішінде тұрған ең болмаса бір адам сияқтысын жермей мынасының түрін-ай. Сауысқанша шықылықтаған неме ғой мынау бір, деп қойды ол қонақты жақтырмай. Әрине бригадир жіберген адамды қондырмаймын деп және айта алмайды. Іштен тынып үнсіз қабылдады. Ноян үй үйлерінің бырысып тырыса қалған қас-қабақтарын елең қылмастан, сол салтырлаған қалпында көңілдене сөйлеп сыртта комбинезонын шешті де шаңын сілкіп-сілкіп шарбаққа іліп қойды. Ойбай шырағым, малымыздың ішінде жебірлері бар, жеп қойып жүрмесін, деген кемпір сөзіне, жесе жей берсін, менің нем кетіп барады. Бұған сіңген сәләрке мен солидол да есесін жібермес, дей салды. Ибай, не деді? Аула қыл онда. Ноян қарқ-қарқ күліп, қолын бір сілтеді. Онан соң үйге кірді де, нақ төрге отырды. Тек бір сәт терезенің алдында өзіне үлкен қара көзімен тесіле қарап тұрған Әсияны көргенде сәл абыржып қалды. Артынша, сіз безбейкесіз бе? Деп ойнақы тіл қатты. Қыз жауабы көңілінен шықпаса, сөзбенен шағып алып мазақ етіп, үйді басына көтере күлуге дайын еді. Жоқ, Әсиямын, неге олай дедіңіз? Деді қыз ақырын ғана жұмсақ үнмен. Жұрт отағаңды шық берместен бір-бері емес десіп жүр ғой. Мен бүгін бригадирден осы үйге әдейі сұранып келіп едім. Солай ма? Қыз даусында тереңнен шыққан бір күрсініс бар еді. Әкесі сараң екен деп, қызы неден жазықты болмақ сонда? Деді онан соң. Омырауына түскен қалың бұрымдарының бірін жайлап тарқатып қайта өрді. Енді екінші бұрымын тарқата бастады. Неге екені белгісіз Әсияның жабыңқы жүзіне қарап отырып, Ноянның оны титтей де ренжіткісі келмеді. Күлкісін тыйып, Әсияға кешірім өтіне қарап, мұнан кейін үнсіз отырды. Малын қоралап жайластырып үйге кірген Отар, қонақты жақтырмағандағы әдетінше төмен қарап отырып, онсыз да шиыра-шиыра шуда жептей болған жіп-жіңішке мұртын түкірігімен сулап тағы да сылай бастады. Қарап отырғанша сөз болсын отағасы. Мұрт жібергеніңізге неше жыл болды, отағасы? Деп сұрады әлден уақытта Ноян. Танауы жыбырлап көзі жайнап шыға келді. Отар оған алара бір қарап қойды да, теріс бұрылып жастыққа жантайды. Әсия тұншыға мырс етіп, ауызғы бөлмеге шығып кетті. Тамағын кенеген Отар. Өй әдепсіз ит, тарт тіліңді, деп ақырып жіберуге оқталды да, ол ойыннан тез қайтты. Қой, бұл немеден үндемей құтылған жөн болар, деп түйді. Қу тілді, шолжыңдығымен тапқырлығымен бүкіл колхозға аты шыққан Ноянның кейбіреулерге істегендері туралы Отар бұрында талай күлкілі әңгімелер естіген. Қазірде өзін солар сияқты мерт қылар деп қорықты. Аңдысқа мысық пен тышқандай төсекке екеуі де үнсіз жатты. Таңертең елден бұрын тұрған Отар қорадағы малды шығарды, қораны сыпырды. Дала тұнық еді. Алыстан тау шыңдарын жаңа көтерілген күннің өткір сәулесі жер бетіне найза кірпіктеніп шашырай бастады. Жаңа басылған жұқа киіздей боп жатқан әппақ шық мөлт-мөлт етіп лезде еріді. Отар үйге кірді де төрде шалқасынан түсіп,
қорылдап жатқан Ноянды: «Әй тұр, өзің ұйықтау үшін келген немесің бе?» деп түртіп оятты. Ұшып тұрған Ноян көзін уқалай салып тез киінді де тысқа шықты. Әсия жатқан қарсы үйдің терезесінің тұсынан өтіп бара жатып, ішке көз тастады да кілт тоқтап, сілейіп тұрып қалды. Аузы ашылып терезеге үңіле түскен. Тек күшене жөтелген Отар артынан ілесе шыққан соң амалсыз ары қарай жүріп кетті. «Бұ не қарап жүр?» деген оймен Отар да терезе тұсына келген. Перде ысырулы. Әсия терезеге сәл қырындай бұрылып, жалаңаш кеудесін ашып тастап, тәтті ұйқыда жатыр екен. Отар терезені ұрып жіберді. Әсия шошып оянған. Әкесінің ашулы кескінін көріп, көрпені басына дейін жамылып алды. Шәй үстінде Ноян кешегідей тықылықтағанын қойып, шетте отырған Асияға қараумен болды. Кетерінде: «Көрсеткен пейілдеріңізге рахмет», деді. Бұл алғыс тек Асияға ғана арнап айтылғандай естілді. Көктем егісі басталып та кетті. Асия түнгі кезекте Сейілкаға шықты. Бригада төңірегіндегі участоктерге түскен тракторлардың жан-жақтан жер солқылдата шыққан дүрілдері шағын ауылды мүлдем дүрілдетіп жіберді. Терезелердің бос әйнектері күндіз-түні бірдей зыңылдап ала-қыстай тыныштыққа үйренген жұрттың құлағын тұндырды. Кейбіреулер ұйқысынан айырылды. Осындай мазасы кеткендердің бірі Отар еді. Ол енді түнде ұйықтау дегенді қойды. Күндіз ұзақты күнге жекеменшіктің малын бағып, аяқтары сырқырап шаршап қайтады. Ал кешкісін басы жастыққа тие берсе-ақ болғаны. Бүкіл үй жар шетінде іргесі солқылдап, құлағалы тұрғандай көрінеді де, ұйқысы шайдай ашылады. Амалсыздан қайта киініп сыртқа шығады. Әбден деңкесі қатқанша аула ішінде әрі-бері сенделіп жүреді де қояды. Әсияның бөлмесі де терезесі көңілсіз үңірейіп салқын тартып бос тұр. Осылайша ұйқысы бұзылып мазасызданып жүргенде Отардың көңіліне қызы туралы да неше түрлі ойлар түседі. Түнгі кезекке шыққалы Әсия әкесімен бетпе-бет кездескен емес. Ертеңгілікте бұл мал өргізгенде қызы үсті-басы шаң-шаң боп, жүзі тотығып шаршап қайтады да, жуынып, тамаған ішуге де мұршасы келместен төсекке құлайды. Содан күн кешкіргенде тырп етпей ұйықтайды да, Отар өрістен малды айдап, оралған кезде көзі ісіне қызарған Әсия түнгі кезегіне кетеді. «Өзі балы өзіне», деді Отар. Жаны тыныш болатын жерге бармады, енді жүрсін. Соңғы күндерде Әсия аяқ асты көңілденіп ән айтатынды шығарды. Бұрын қызының ән салғанын естіп көрмеген Отар қоңыраулы нәзік дауысқа таң-тамаша болады. «Апыр-ай», деп басын шойқап қояды. Бүгін Отар өрістен қайтқанда Рәш оны екі көзі бұлаудай боп жылап қарсы алды. «Не боп қалды?» деді шошынған Отар. «Қызың кетемін деп жүр». Қайда?» «Қайда екенін айтқан жоқ. Бірақ осы егіс жұмысы аяқталысымен кетемін дейді», деп. Кемсеңдеген Рәштің көзі тағы да жасқа толды. Киім-кешектерін шамаданына салып қойды. «Кетсе жолы болсын», деді өзі шаршап қайтқан Отар немкетті түрде. Ал шындығында бұл хабар оған жай соғып өткендей әсер еткен. Қолы дірілдеп, тамақты да жөндеп іше алмады. Отардың үйі бригаданың ең шетінде болатын. Өткен күзде жыртылған зияптың бір басы осы үйдің іргесінен басталушы еді. Сол зияпқа кешке қарай трактор түсті де, Отардың ұйқысы мүлдем қашты. Онсыз да көңілі ұйқы-тұйқы болып отырған ол, жылы киініп алды да үйдің артына шықты. Түн тастай қараңғы екен. Аспан тұтасқан бұлт. Көктемгі сызды ауа дымқыл тартып тұр. Қап-қара болып созылып жатқан участокте алды-артында фары жарқыраған трактор көсілі есіп жүр. Тіпті тез жүреді. Тіркемінде екі сейілкасы бар екен. Трактор бір айналып, осы үйдің тұсына жақындап кеп тоқтағанда, екінші жақтан салдырлап жеткен арбаның дыбысы естілді. Сейілкадағылар тұқым құйып алуға кірісті. Дабырласа жүріп, қап көтерісе бастады бір таныс дауыс. Отардың құлағына анық жеткен. Сөйткенше болған жоқ. «Әсия, былай тұр, мен көтерейін», деді әлгі дауыс. Ноянның дауысы екенін білді Отар. Сәлден кейін трактор тағы жүріп кетті.
Бұл кезде сытыр-сытыр етіп жаңбыр жауа бастаған. Трактор қазір тоқтар деп ойлаған Отар. Бірақ тоқтай қоймады. Жаңбыр сытыры жиіледі. Апырай, мына есерсоқ тұқымды батпаққа сеуіп біраз уақыламай деп қойды Отар. Трактор учаскінің арғы бетіне жетіп бірақ тоқтады. Тоқтаған жері мына ақымақтың, деді Отар ызаланып. Ойпыр-ау, бері кеп тоқтап, жаңбыр басылғанша үйге кіре тұрмай ма? Әрине, ол қудың несі кетіп барады. Су болса, сиелка үстіндегілер су болады. Әсия келер деп біраз күтіп еді, ешбір сыбыс білінбеді. Отар үйге кіріп, үлкен кенеп плашты өзі жамылды да, Әсияға бір плашты алып жүріп кетті. Айдалған жердің батпақтары аяққа жабысып, өте ауыр еді. Шетке шығып, шиқияқты тың жерді жағалап жүруге тура келді. Трактордың тұсына жеткен кезде, өткен жылдан қалған сабанның маясына тап болды. Бұны неғып өртемеді екен, әлгі агрономдар, деп ойлады. Өзі қазір от тұтата кеткісі келген. Осы сәтте маяның арғы жағынан сыңғырлаған қыз күлкісімен күбір-күбір сөйлескен дыбыс шықты. Отар әуелде сәл сескеніп қалды да қырындап маяға таяды. Оңаша сөйлесіп отырғандардың дауыстарын танығанда жарылып кете жаздады. Бұлар өзінің қызы Әсия мен Ноян болатын. Жаңбыр қандай жұп-жұмсақ. Ноян, бетіңді төсеп көрші. Қызының осы сөзін анық естіген. Отар басын көтеріп бетін жаңбырға төсеген. Көктемнің жылымша ұсақ жауыны бетті қытықтағандай бір көп жауып тұр. Расында да тамаша, деді жігіт қостап. Мына екеуінің ақымағына, деп ойлады. Тыржиған Отар бетін сүртіп. Қызы мен Ноянның онан арғы сөздеріне құлағын тосты. Әсия, ау, тракторда қалғандар екеуміздің бұл кетісімізді ертең елге жайып сөз қылады ғой. Мейлдер, маған бәрібір. Сенің әкеңнің құлағына тисе қалай болады? Ол кісі мені жақсы көрмейді ғой. Өзің айттың ғой, дүниеде махаббатқа ештеңе қарсы тұра алмайды деп. Сол сияқты менің әкем де біздің махаббатымызға ештеңе істей алмайды, деді Әсия сенімді дауыспен. Енді бір сәт екеуі де тым-тырыс бола қалды. Жауынның бір қалыпты сытыры ғана естіледі. Ақырып жандарына жетіп баруға қанша оқталғанмен Отарды белгісіз бір күш жібермеді. Ноян, әй Ноян, сен алғаш біздің үйге кіріп келгеніңде жүрегім өзінен өзі дір ете түсіп аттай тулады. Бір түрлі қорыққанымды да, қуанғанымды да білмедім. Біздің үйге қонған түні таң алдына сен түсіме кірдің. Өмірімде естен кетпес түс. Әкем оятып жіберді, дәл сол кезде. Сонан кейін-ақ сені жақсы көре бастадым. Сенің тракторыңа түнгі кезекке өзім сұрандым. Сәулем менің. Жігіттің үні дірілдей шықты. Әсия, ау, енді екеуміз мәңгі бірге боламыз. Мен өмір бойы сендікпін. Мен де. Отар бұлардың сөздерін тыңдамастан теріс бұрылды. Бір ауық ала сұрып не істерін білмеді. Тек бет алды басы ауған жаққа қарай салбырап жүре берді. Дүниеде махаббатқа ештеңе қарсы тұра алмайды деген қыздың әлгіндегі сөзін еске алды. Ал махаббат деген не екен сонда? Махаббат ғашықтар туралы хиссалар мен жырларда ғана болушы еді. Осы жасына дейін Отар өмірде махаббат дегенің болатынын еш уақыт ойлаған емес. Енді міне қызның айтып отырғаны. Оның есіне ертеде болған бір оқиға түсті. Отар 19-ға толып, тұңғыш ұлы Басар туған кезде бұлар алғаш ұйысқан артельге мүшелі болып көрген. Сол жылы қазақ қыздарының арасында өте сирек кездесетін жай Махира деген дәрігер қыз келген колхозға. Отар оны көрген жерден қатты ұнатқан. Бірде көктемге салым суық, су ішіп, мұның тамағы ауырды. Сонда Махираға барған. Ақ қылыт киген талдырмаш жас қыз ұялшақ жігіттің тілін темір қасықтың сабымен басып тұрып көрді. Сол сәттегі жұмсақ қыз қолының табы ақ аурудан айықтырғандай еді. Отар тәуірленіп кеткеннен кейін де тамағын сылтауратып дәрігер қызға келгіштей берді. Құрбым, сіз семьялы адамсыз ғой, мұныңыз жарамайды, деді бір күні қыз түсін суытып. Бұл сөз Отарды бетке ұрып қалғанмен бірдей еді. Ол өзінің Махираға кездеспей тұрып үйленгеніне сонда бірінші рет өкінген. Жыл өткен соң қыз оқуын ары қарай жалғастыру үшін қалаға кетті. Міне сонан бері қаншама жылдар өтсе де анда-санда Отар сол шақты үйі отырып ішінен ғана еске алатын.
шіркін қырмызы еді-ау дейтін. Мүмкін махаббат деген сол шығар. Жалғызсыраған Отар жауын астында аяғына ауыр батпақ жабысып, сүйретіліп жүріп келеді. Дірілдей шыққан күбірлер соңынан ілесе жүргенде құлағынан кетер емес. Әсия, сүйінші, қойшы ноян, қойшы. Отар тістенген күйі көзін тарс жұмып қалшиып тұрып қалды. Меңіреу тыныштық. Тек кенет плашқа ұсақ жаңбыр тамшылары тырс-тырс етеді. Отар өзінен өзі күбірлеп басын шайқайды. Махаббат, о тоба, деді.